Ассалаумағалейкум достар. Спорт мастері арнасына қош келдің. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге күшті қалай шығару болады, күшті қалай дамытамыз. Күшті, яғни күш шығаруға бола ма? Соған әртүрлі топ жаттығуларымды көрсететін боламын. Яғни сіздер бұл жаттығуларды қайталап күшіңізді шығара алатын боласыздар. Яғни сіздің күшіңіз болмаса, сіз турник, брусья, отжимание жасай алмайсыз. Ал сіздің күшіңіз мықты, яғни күшіңіз болса, сіз турник, отжиманияны қиналмастан жасай алатын боласыздар. Бүгін мен сіздерге әртүрлі топ жаттығуларын көрсететін боламын. Яғни күшті дамытуға, күшті топ, яғни мықты шығаруға арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни видеода мен сіздерге бәрін айтатын боламын. Қанша подход жасау керек, қанша рет жасау керек, бәрін түсіндіріп айтатын боламын. Тек қана сіздер менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырсаңыздар болды. Сіздер бұл жаттығуларды қайталап, 6 күн немесе 7 күннің ішінде күшіңізді дамытып шығара алатын боласыздар. Егер менен реклама, жарнама алғыңыз келсе, мен мына жақта Instagram парақшам тұр, оған кіріп, жазылып, маған жазып кетіңіздер. Мен сіздің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Видеоды бастамаспын, каналыма тіркеліп кет, лайк басып кет, және осы видеоны достарыңа таратуды ұмыт кетпе. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығуымыз, яғни күшті көбейтуге арналған бірінші жаттығуымыз бұл турникте орындалады. Яғни сіз турникке тартыламасаңыз күшіңіз болмайды. Яғни бұл жаттығу артық салмақпен орындалады. 5 кг немесе 10 кг кірме орындалады. Қазіргі уақытта менде яғни артық салмақ жоқ. Сол үшін мен сіздерге турникке тартып, өз салмағымен тартып көрсететін боламын. Аяғыңызға 5 кг, 10 кг кірді байлайсыз, күшті көбейту үшін. Одан турникке тартыласыз. Турникке өзіңізді қинап тартуыңыз қажет. Мысалы былай. Сіздің аяғыңызда қазір 5 кг гир болады, килограмм болады, соны байлайсыз да турникке тартыласыз. Мысалы, сіз турникке тартыламайсыз, бірақ өзіңізді қинап тартыласыз. Былай. Турник ұстайсыз, артық салмақ өзіңізді қинап тартыласыз. Мысалы, сіз екі рет тартыласыз, сол кезде күш шығатын болады. Егер сіз шыға алсаңыз, Бұның бәрі күшке байланысты. Егер сіздің күшіңіз болмаса, бұлай жасай алмайсыз. Күшті шығару үшін осылай 5 кг, 10 кг кірді байлайсыз да, осы жаттығуларды істейсіз. Мысалы, қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп айтайын. Турникке күш шығару үшін турникке 12 реттен 4-5 подход жасау керек. Сол кезде сіздің күшіңіз шығады. Яғни турникке тартылып үйренетін боласыз. Мысалы, 6 күн, 7 күн ішінде турникке жақсы тартылып үйренетін боласыз. Аяғыңызға 5 кг, 10 кг гантель немесе гирді байлайсыз, және менікіндей жаттығу істейсіз. Яғни былай істейсіз. Осы жаттығуды менімен бірге қайталайсыз. Сол кезде күшіңіз шығатын болады. Достар, біздің екінші кеңесіміз бұл, яғни күшті дамытатын, күшті шығаруға арналған біздің топ екінші кеңесіміз бұл брусья. Сіз брусья жасай алмайсыз, яғни күшіңіз жоқ деген сөз. Мысалы, мен брусьяда максималны жасайтын 80-90 рет тоқтамай жасап бере аламын. Қазір сіздер бұл жаттығуды қайталап, күшіңізді көбейте алатын боласыздар. Мен сіздерге анық-анық көрсететін боламын. Брусьяны сіздер өзіңізді қинап жасауыңыз қажет. Яғни брусьяда сіздер өзіңізді қинап максимальны выносливостьпен жасау қажет. Брусьяда сіздер мысалы қазір вообще жасай алмасаңыз, ең біз жасағанда брусьяны 5-тен 10-нан жасаңыз. Одан көбейте білесіз. 5, 10, одан 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Солай кете бересіздер. Ал вообще жасай алмасаңыз, мысалы сіз брусьяда солай жасап 30-ға апарсаңыз, аяғыңызға 5 кг гирді байлайсыз, және жасайсыз. Мысалы былай. Бұл жаттығу сіздің күшіңізді дамытады. Брусьяда күнделікті жасап отырыңыз, денеңіз ауырса да, ауырмаса да күнделікті жасаңыз. Сол кезде сіздің күшіңіз дамитын болады. Және бұлшықетіңіз өсетін болады. Сол үшін сіздер брусьяны күніне таңертең және кешке қайталасаңыз болады. Брусьядан 3 подход, новичок, яғни бірінші рет келіп тұрсаңыз, 5 рет 6 рет жасаңыз.
Ал орташа болсаңыз 12-15 рет жасаңыз. Бұл жаттығу сіздің күшіңізді міндетті түрде шығаратын болады. Достар, біздің үшінші жаттығу бұл сіздің күшіңізді өте жақсы мықты қылып шығаратын жаттығулар, яғни күшіңізді өте жақсы дамытатын комплекс. Бұл комплексті мен өзім құрап шығардым. Бұл жаттығуда турник, брусья, отжимания, яғни бәрінен 10-12 реттен жасаймыз. Тек қана отжиманияның ғана 20 рет істейміз. Бұл комплекстен 4 подход қайталайсыздар. Және күшіңізді бір аптада мықты дамытатын боласыздар. 4 подход осы комплексті орындайсыздар. Менімен бірге қайталаңыздар. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, call комплексте менімен бірге қайталаңыздар. Достар, біздің 4-ші мықты жаттығуымыз бұл да комплекс деп аталады, бірақ комплекс емес. Приседание істейміз, яғни 20-25 приседание істейміз. Одан турникке, яғни белтермелерге ілініп тұрамыз. Бұл сіздің выносливостіңізді, яғни төзімділігіңізді және күшіңізді дамытатын болады. Яғни сіз турникке тартыламасаңыз, турникке ілініп тұрған сізге жақсы пайдасын тигізеді. Қазір мен турникке ілініп тұрам, одан приседание істеймін. Осыны сіздер 5 подходтан қайталайсыздар, яғни 5 подходыңыз, бір подходтың ішінде приседание және турник бар. Осы менімен бірге қайталаңыздар. Бірінші приседание істейміз, одан турникке ілініп тұрамыз. Осылай 5 подходтан орындайсыздар. Сол кезде күшіңіз жақсы шығатын болады. Және жақсы дамитын болады. Осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Сіздер бұл жаттығуды қайталадыңыздар деген ойдамын. Яғни бұл жаттығуды сіздер 6 күн, 7 күн ішінде қайталап, күшіңізді көбейте алатын боласыздар. Яғни күшіңізді мықты қылдырып шығара алатын боласыздар. Яғни күшейте алатын боласыздар. Сіздің күшіңіз жоқ болса, осы жаттығуды қайталап, күшіңізді мықты қылдырып, өсіріп, күшейтіп шығара алатын боласыздар. Тек қана бұл жаттығуды қайталаңыз. Видеода қанша подход жасау керек, қанша рет жасау керек, бәрі айтылған, жазылған. Тек қана сіздер қайталасаңыздар болды. Мен бұл видеоны көптің сұрауы бойынша шығарып тұрмын. Яғни маған YouTube желісінде көп адамдар сұрақ қояды, күшті қалай шығару болады деп. Міне бұл видео дәл сізге арналған. Бұл жаттығуды қайталап, күшіңізді шығара алатын боласыздар. Менің еңбегім бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін әлі талай жақсы контент шығаратын боламыз. Сол үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және менен реклама алғыңыз келсе, менде Instagram парақшам бар. Оған тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қойған сұрақтарыңызға
міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Devil in a red dress.